Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қолданбалы есептерді шешу. Бүгінгі сабақта біз сіздермен электронды кестелерде кіріктірілген функцияларды қолдана отырып есептер шығаруды үйренетін боламыз. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз топқа бөлініп алайық. Қазір 4-4-тен 3 топқа бөлінсек, осы жерде Бегарыс, Анель, Улар бірінші топқа, Ләззат, Ерасыл, Әдет, Раушан екінші топқа, Әдия, Данике, Динара үшінші топқа ауысыңыздар. Олай болса, құрметті оқушылар, келесі кезекте спиннер әдісі арқылы өткен сабақта еске түсіріп алсақ. Қазір кімге түседі, сол бала сұрақтарға жауап береді. Біздің алғашқы сұрағымызға жауап беретін Динара. Динара, сізге қойылатын сұрақ динамикалық қатар дегеніміз не? Динамикалық қатар ол құрылымын анықтауға, болжауға және де құруға арналған математикалық статистикалық әдістер жиынтығы. Жауапқа үлкен рахмет. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Келесі кезекте бүгінгі жаңа сабағымызға өтсек, бүгінгі сабағымыз қолданбалы есептер. Қолданбалы есептер дегеніміз не деген сұраққа ең алдымен жауап іздеп көрейік. Адамның белгілі бір саламен байланысты әрекетінен туындайтын есептерді біз қолданбалы есептер дейміз. Қолданбалы есептерге геометриялық, алгебралық, физикалық, экономикалық есептерді жатқызуға болады екен. Осы тақырыпты тереңнен түсіну үшін ең алдымен қазір топтық жұмысты орындайық. Бірінші топтық жұмысымыз 3 топқа 3 түрлі саланың есебі беріледі. Бірінші топ сіздерге алгебралық есеп, екінші топ геометриялық есеп, үшінші топ физикалық есеп беріледі. Алдарыңызда есептің шығару жолы, яғни қалай жұмыс жасау алгоритмі қоса беріледі. Сол алгоритмнің негізінде топтық жұмысты орындап, өз жұмысымызды басқа топтарға презентация арқылы таныстыруды ұсынамын. Сіздерде геометриялық, сіздерде физикалық есеп. Функцияның графикалық тапсырмасын орындау. Ең алдымен кестемізді дайындап, сол кестенің негізінде берілген алгоритм. Барлығымыз қанекей аяқтап бітірсек, ең бірінші болып бізге бірінші топ өз жұмысын таныстыру үшін ортаға шақырсақ, сіздерге берілген алгебралық есептерді шешу болатын. Бізге берілген бұл алгебралық есептер жиынтығы және алдарыңызда көрсетілгендей біз мына есепті кестеге түсіріп, сол осы функцияның графигін салып, оның қиылыс нүктесін бірден тауып алдық. Бізге берілген тақырып ол геометриялық есептер. Бізге геометриялық есептерде абс қабырғалары берілген. Ол абс қабырғаларына қарап біз геом формуласын қолданып жарты периметрін шығарамыз. Жарты периметрді шығарып болған соң үшбұрыштың ауданын есептеп шығардық. Сосын келесі есепте максимум, минимум және средний значит формулаларына қарап үшбұрыштың үлкен ауданын және ең кіші және орташа ауданын шығарып шықтық. Топтарға үлкен рахмет. Бүгін біз сіздердің топтық жұмыстарыңыз арқылы қолданбалы есептерді жылдам әрі тез шығаруды үйрендік. Олай болса, келесі тапсырмамызға өтейік. Келесі тапсырма жеке жұмыс, әрқайсыңыз жеке өз компьютерларыңызда орындайсыздар. Тапсырма сіздерде кесте берілген, сол кестеге сәйкес тауардың атауы, саны, бағасы берілген, яғни саны мен бағасы пайдалана отырып формулаға салып төленетін сума және барлық төленетін суманы есептейсіздер. Есептеу дескрипторы сіздерге тапсырманың дескрипторы беріліп тұр. Бұл тапсырмада 3 балмен есептелінеді. Қазір әрқайсыңыз жеке есептегеннен кейін әрбір дұрыс жауаптарыңызға сіздерге бүгінгі сабақта мен асық беріп отырам. Сабақтың соңында сол асықты жинаған асықтарыңызға қарай бұл сіздердің бүгінгі сабақтағы балды ұпайларыңыз болады. Олай болса, бірінші тапсырма, екінші тапсырмаға жұмыс жасай берсеңіз. Қанекей балалар, ондай болса, екінші тапсырма, яғни жеке жұмысты аяқтаған болсақ, бірден бал қойып шығайын. Қанекей кімдікі аяқталды? Бізде Бегарыс тапсырма бойынша бағаларын тапқансыз, жалпы сумасын тапқансыз, бірақ барлық алынатын тауардың сумасын тапқансыз сізге 2 балл. Аяқтаймыз. Анай тезірек, ұлар сізде де дескрипторға сәйкес төленетін сума табылған.
барлық сумманы тапқансыз және жалпы сумманы тапқансыз. 3 балл сізге осы сабақ үшін. Қанекей Ерасыл, сізде де дәл солай барлық жауаптарды дұрыс шығарғансыз. Келесі, Раушан, сізде де 2 жауабын дұрыс тапқансыз, иә, дескриптірға сәйкес 2 балл. Әдем, сізге 3 балл. Барлығымыз аяқтап бітірейік. Олай болса, келесі тапсырмаға кезек берейік. Келесі тапсырма бізде 3-ші тапсырма, яғни саралау тапсырмасы. Бұл жерде сіздерде А, Б, С деңгейіне тапсырмалар берілген. А деңгейінде 48, 84, 36, 60, 24 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табасыздар. Б деңгейінде 52.487 5 таңбалы санның түбірін, квадратын және сан цифрларының қосындысын есептейсіздер. Бұның барлығында функциялар пайдаланасыздар. Және соңғы тапсырма бізде С деңгейінің тапсырмасы, яғни кестеде берілген мәліметті пайдаланып, белгісіз шамаларды табатын боламыз. Тапсырманың дескрипторы сіздерде экранда беріліп тұр. Сол дескрипторға сүйене отырып, келесі саралау тапсырмасын орындайық. Қанекей балалар, саралау тапсырмасын бізде толық аяқтаған ұлар толық аяқтапты. Ұларға саралау тапсырмасының 6 балының асықтан керек. Яғни қазір сабақ соңында өзіңіздің балдарыңызды есептейтін боласыз. Келесі Анель, 1-ші және 2-ші саралау тапсырмасын аяқтағансыз, сізге 1-ші және 2-ші тапсырмасын 3 балл. Келесі Бегарс аяқтадық қой. Сізде де дәл солай 1-ші және 2-ші 3-ті толық аяқтаймыз, иә балалар? Келесі Әдел, сізде саралау тапсырмалары толық аяқталған. 3-ші кестеде мәліметті пайдаланып, яғни шеңбердің диаметрін және ұзындығын таба білгенсіз. Өте жақсы. Өз балыңыздың қазір асықтарын берейін. Керемет балалар, тапсырманы аяқтадық барлығымыз. Олай болса, сабағымыздың соңғы бекіту тапсырмасына келейік. Бекіту тапсырмасы сіздерде тест сұрақтары берілген, яғни 1 минут ішінде 3 сұрақтан тұратын тестқа жауап берейік. Бұл жерде функцияның қызметтерін табасыздар. Жылдам әрі тез. Қазір мен берілген танытпа қағаздар пайдалана отырып, бірден белгілі жұмыстарын жасаңыздар. Қазір кімдікі дұрыс екенін бір-бірімізге алмастыра отырып, тест жауаптарын тексеретін боламыз. Олай болса балалар, қазір барлығымыз жұптарымызбен тест жұмыстарымызды алмастыра отырып, бірден тексеріп жіберсек, қанекей алмастырып жіберейік. Қазір дұрыс жауаптарын айтайық. Бірінші сұрақ бізде Excel бағдарламасында логикалық функцияны қалай белгілейміз? Логикалық функция. Дұрыс болса, қасына дұрыс белгісін қоямыз. Келесі сұрақ, Excel'де көрсетілген диапазонның максимал элементін табу. Қай функция арқылы? Макс функциясы арқылы. Келесі Excel программасында формула қай таңбадан бастап жазылады? Теңдік таңбасы арқылы жазылады. Әдет, Ерасыл дұрыс па? Онда жұбыңызға 1 балл беріңіз. Сізге ше, Ерасыл дұрыс па? Бірден 1 балдан алмастырып отырыңыздар. Дұрыс болса 1 балдан беріп отырайық. Ары жұбыңызға берейік. Өте керемет балалар. Бүгінгі сабақ 3-ші топ сіздерде де дұрыс жауаптарға 1 балл беріңіздер, жұптарыңызға. Өте керемет балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтасақ, яғни сіздерге қазір рефлексия билеті арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс алсам, және қолдарыңыздағы асықтарыңыздан жинаған асықтарыңыз бойынша бүгінгі сабақтарға балл қойып жіберсем, бірінші рефлексия билетін толтыра отырып, бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп жіберсеңіздер. Сабақтың ұнаған жері және сіздерге сабақ барысында қиындық тудырған тапсырмалар бойынша кері байланыс беріп жіберіңіздер. Қазір қолдарыңыздағы жинаған асықтарыңыз бойынша мен сабаққа балл қойып жіберейін. Олар сізде қанша ұпай жинадыңыз бүгінгі сабаққа? 9 ұпай. Яғни сізге бүгінгі сабаққа 9 балл. Бегарс, қанша асық жинадыңыз? Бегарс бізде 6 асық жинады және бүгінгі сабаққа 6 балл қоямыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа белсенділік танытып, жақсы қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі сабақта біз сіздермен сабақтың мақсатына жеттік. Яғни кіріктірілген функцияларды пайдалана отырып, қолданбалы есептерді бірден жылдам шығаруды үйрендік деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.